Бір жігіт керемет өмір сүруді қатты армандапты. Оған өзін қоршаған дүние, тұрған үйі, киген киімі бәрі де ұнамапты. Неге біреулерде армандауға болатын нәрсенің бәрі болады, ал біреулерде ештеңе де жоқ. Егер менде үлкен үй, әдемі әйел, көп ақша болса, мен де керемет бақытты болар едім деп күні-түні армандайды екен. Бір күні әлгі жігіт періштемен жолығысып қалады да, бар ой арманын оған айтып береді. Сенің ойыңды түсіндім. Мен саған көмектесейін. Саған сонда не керек айтшы, дейді періште. Жігіт қатты қуанып кетеді. Ойлайды, бұл қалай? Неліктен бәрі оп-оңай орындала салады? Бақытыма сенер емеспін. Ол үшін не сұрайсың? Жоқ, маған тек не қалайтыныңды ғана айт, бәрі болады, депті періште. Менде үлкен, зәулім үй, тағамды жақсы дайындайтын, қолынан бәрі келетін әдемі әйел, және үнемі көп ақша болсын, дейді жігіт. Сен демал, ертең ұйқыдан тұрғанда сенде бәрі де болады, дейді періште тыңдап болып. Айтқандай-ақ, ертесіне ұйқыдан тұрса, үлкен зәулім үйде оны әдемі сұлу келіншек күліп қарсы алады. Ертеңгілік асы бәрі дайын, тамаша. Банкіден өз атына есеп шот ашылып, көп ақша салынған. Қанша жұмсаса да орнына қайта ақша салынып тұрады екен. Ол өз бақытына өзі сенбей таң қалады. Күннен күн, айдан ай өтеді. Жігіттің жүрегі күннен күнге бос тартып, оны жалғыздық қинай бастайды. Ол өзіне сұрақ қояды. Маған енді не керек? Мен неге бақытсызбын? Неге жаным жадырамайды? Неге жалғыз сыраймын? Деп періштеден сұрайды. Мен саған өзің сұрағанның бәрін де бердім. Енді солардан ләззат ал, дейді ол. Жоқ, мен бақытсызбын. Мені зәулім үй, әдемі әйел, көп ақша, біреуі де қуантпайды. Мені ешқайсысы қанағаттандырмайды. Бұл қалай? Деп сұрапты. Сен менен үй сұрадың, бірақ жылылық пен жайлылық сұрамадың. Сұлу әйел сұрағанмен, махаббат пен түсіністік сұрамадың. Ақша сұрадың, бірақ оны жұмсайтын күш, бостандық, қуаныш сұрамадың, депті періште. Жігіт сонда, рахмет, мен бәрін енді түсіндім. Маған осылардың бәрін бер, бәрі де керек екен, депті. Періште оған, егер солай түсінсең, онда бар. Өз бақытыңды өзің жаса деп ғайып болыпты. Жігіт ұйқыдан тұрғанда бұрынғы өз үйінде әйелсіз, ақшасыз қалған еді. Бірақ бақытты болу үшін не керектігін түсініп, өз өміріне сенімділікпен қарап, өз күшімен бақытқа жетуге асықты.